Қайырлы кеш достар, армысыздар. Төтенше жағдай кезінде елімізде көптеген адамдар 42.500 теңге ақша алудың жолын қарастырып жатыр. Яғни қазақшалап айтқан кезде мемлекет осындай қысылтаяң шақта жұмыссыз қалған адамдарды кішкене де болса қаржымен демеп қолдау мақсатында осындай жұмыс жасап жатыр екен, істеп жатыр екен. Енді бұл 42.500 теңгені кімдер алуға құлықты, кімдердің алуға құқығы бар? Осы төңірегінде қысқаша ғана айта кетейін жалпылама тұрғыда. Жалпы бұл видеоны қазір мен асығыстау жасап жатырмын. Мүмкін әлде де зерделеп барып жасауым керек пе еді. Әрине, егер көңілдеріңіз толмай жатса, нақты ақпарат ала алмай жатсаңыздар айыпқа бұйырмассыздар. Негізінен бірақ сіздерге шынайы ресми деректерден қарапайым, түсінікті ұғымға сай етіп жеткізіп көрейін. Сонымен 42.500 теңгені еш жерде, яғни тіркелмеген, мысалы үшін штатта жұмыс істемейтін, ақшасын қолма-қол алатын, сәйкесінше бұл кісілердің салығы да төленбейді. Сондай азаматтар, сондай-ақ осы карантин уақытында елдегі төтенше жағдай кезеңінде жұмысынан, яғни табысынан айырылып қалған азаматтар 42.500 теңгені ала алады. Ол үшін не істеу керек? Әрине, бірінші кезекте ол үшін бірінші барып сіз ЕСП төлеуіңіз керек. Осы жерде көбісі шатасып жатыр. ЕСП мен ЭЦП-ның не айырмашылығы бар, ол не нәрсе, оны қалай алады, қалай төлейді деген секілді. Біріншіден айта кетейін, ЭЦП бұл сіздің электрондық үкімет порталына, яғни электронды қолтаңба ретінде өзіңізбен бірге алып жүретін, кез келген интернет құжат айналымын жүзеге асыратын, сіздің төлқұжатыңызды растайтын сіздің электронды қолтаңбаңыз. Ал ЕСП дегеніміз бұл бір реттік төлем. Яғни, мысал үшін, осындай жағдайда сіз бірінші ЕСП-ны төлеуіңіз керек. Ал ЕСП-ны қалай төлейді? Бұл әрине орысшадан қысқартылған нұсқасы, қазақшасы бір реттік төлем. Мен сіздерге бұл туралы қазір көрсетем. Реті келіп жатса бір жолғы төлем. Сонымен оны қалай қайда төлеу керек екендігін мен сіздерге қазір көрсетейін. Әрине, бұл үшін біріншіден қалада тұратындар мен ауылда тұратындардың төлем деңгейі әртүрлі. Мысалы үшін айта кетейік, ауылда тұратын азаматтар мысалы үшін бір 1,5 теңгенің көлемінде төлесе, ал қаладағы азаматтар 2.000 теңгенің үстінде төлеуге тиісті. Қазір бұл туралы мен сіздерге нақты қанша екендігін экранға шығарып көрсететін боламын. Жөппелдемеде мен ойыма нақты цифрлар түспей тұр. Ары қарай жалғастыратын болсам, екінші ЕСП-ны төлеп болғаннан кейін ертеңіне мысалы егов.kz сайт арқылы немесе жаңадан ашылған 42.500 еңбек kz сайттары арқылы төлемге берілетін 42.500 теңгені алуға өтініш жасайсыз. Содан кейін барып, кей кезде әрине адам көп болғаннан кейін де бұл сайттар қатып қалып жатыр, кіре алмай жатқанда оларсыздар, қателіктер орын алып жатуы мүмкін. Бұның бәрі адам көп қарап жатқандығынан және техникалық себептердің салдарынан болуы мүмкін. Әрине, бұл сіздерді тоқтатпайды, өйткені себебі кешкілік немесе түн уақыттарында адамдар аз қолданатын уақытта кіріп өтініш берулеріңізге болады. Сондай-ақ бұл тәсілді жеңілдеткендер де бар екен. Ол үшін үкімет еңбек министрлігі Телеграмда сіздерге көмектесетін көмекші құралдар, яғни боттар ашқан екен. Телеграм бот, барлығы 18 бот. Бұл өңірлерге байланысты, әр өңір сол боттар арқылы тіркелетін және сол жерден өтініш беретін мүмкіндікке ие. Ал ол қандай боттар Телеграм арқылы қалай өтініш береді деген сұрақ туындайтын болса, мен қазір осы видеоның астына сол мәліметтерді қалдырып кетейін. Өздеріңіз қарап көріңіздер. Сол жерде сілтемелер тұрады, қай өңір қай Телеграм арқылы көмекке жүгіне алатындығы жөнінде. Сонымен осы бір құралдарды пайдалануыңызға болады. Ал сіздер осы ретте мысалы үшін егопты қолданғанда, жаңағы өтініш берген кезде ЭЦП таба алмай қиналып жатсаңыздар, мұның да жарасы жеңіл деп ойлаймын. Өйткені себебі қазір дамыған заман, барлықтарыңыз сауаттысыздар. Сондықтан мен бұған тоқталып жатпаймын. Және бұл шынымды айтсам менің тәжірибемде жоқ. Мен кезінде халыққа қызмет көрсету орталығына барып, әп сәтте дайындап алған болатынмын. Жолай әрине. Сондықтан мұндай мүмкіндік мен жасап көрмедім. Ал сіздер үшін сол егов порталы ұсынған көмекші видеоны осы видеоның астына қалдырып кетем. Ресми нүктеден алынған, сондықтан қарап көріңіздер. Және
карточкасы жоқ адамдар бар екен, осындай мәселелер туындап жатыр. Неге біздің карточкамыз жоқ, мысалы үшін қалай аламыз деген секілді ауылдық жерде, аудандық жердегі аға апа аталарымыз бар, иә. Әрине оларға дәл қазір нақты шешім жолын мен ұсына алмаймын, бірақ десе де көп сарапшылардың, мамандардың пікірінше алдымен жаңағы айтылған СП-ны төлеп, немесе қалай айтсам екен, өтініштің барлығын жасап алып, картаны содан кейін де дайындап берсе болады екен. Мысалы үшін 1 айдан кейін деген секілді. Осыны да ескере жүрсеңіздер, ең бастысы өтініш бергеннен кейін, өтінішіңіз қаралып расталғаннан кейін сізге ақша бөлініп тұрады, ал оны алып үлгеру әрине өзіңіздің қолыңыздағы дүние. Бұл үшін, мысалы үшін мамандардың айтуынша 1 ай, жаңағы 1,5 ай деген секілді есеп-шот ашып, пачка дайындап үлгергенше ақшаңыз сақталып тұрады екен. Бұл әрине әлде нақтылайтын тақырып деп есептеймін өз басым. Сондай-ақ тағы бір айта кететін жайт, өткен аптада, яғни көп болған жоқ, осы 2-3 күн болған шығар, сенбі күні маған SMS келді, яғни менің 42.500 теңгені алуға мүмкіндігім бар екендігі жөнінде айтылған, құқығым бар дегенді айтқан. Содан кейін мен қуанып, қандай жағдайда екендігін мен өзім біліп тұрмын. Неге маған ондай SMS келгендігін, сондықтан мен әрине карантин аумағында тұрып жатқандықтан кейін, жұмыс істеп жүргеннен кейін де мүмкін қолдау шығар деген оймен өзімнің IVN кодымды жазып жібердім картамның. Бірақ әлі күнге дейін маған ешқандай жауап берген жоқ. Бұл нені білдіреді? Бұл біріншіден менің жұмысым әлі тоқтаған жоқ, жұмысым жүріп жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Екіншіден, қалай айтсам екен, бұл ешқандай да құқығыңыз бар деп деген емес, сізді растамайды, сіз төлемді алуға ала аласыз, ала алмайсыз деген секілді. Бұл әрине сіздің әлде жалпы өз-өзіңізді жұмыспен қамтып жүргендігіңізді білдіруі мүмкін, сондай-ақ сіздің тұрақты түрде үкіметке салық төлеп отырғандығыңызды негізге алып сізге бұндай SMS келуі мүмкін. Әрине, егер сіз бұны өзіңіз білесіз, сізге жаңағыдай SMS келген кезде шынымен де табысыңыздан айырылған болсаңыз, әлгіндей IVN кодты жіберіп, номерін растауыңызға болады, сөйтіп сол арқылы өтініш білдіруіңізге болады 42.500 теңгені алуға деген. Егер сіздің жұмысыңыз тоқтамаған болса, немесе табысыңыздан қағылмаған болсаңыз, олай жалған ақпарат берудің қажеті жоқ. Өйткені себебі бұл турасында үкіметтің мұндай алаяқтыққа немесе алда барбауға қарсы атқарып жатқан іс-қимыл шаралары баршылық. Осы нәрседен сақтану керек деп ойлаймын. Мен өзім жүйелеп айта кетемін деген нәрселер осылар. Өзге де сұрақтарыңыз болса, пікірге қалдырып кетіңіздер, мүмкіндігінше мен жауап беруге тырысайын. Бірден айта кететін нәрсе, әрине дайындықсыз ойымды, айтатын ақпаратымды пісіріп, жеткізіп алмай сөйлегенін не деген секілді сынаушылар болуы мүмкін. Оларды да түсінем, және сіздер де маған түсіністікпен қараңыздар. Өйткені себебі мен мұны арнайы өзіме жиі қойылатын сұрақтар болғандықтан шама шарқынша жасап, жобалап айтып көруге тырыстым. Әрине, егер өзгерістер, қандай да бір өзгерістер болып жатса, мен қосымша сіздерге жеткізетін боламын. Негізгі ақпараттар легі осындай әзірге. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.